Ермекқалиев Өтемұрат, Батыс Қазақстан облысы, Бөкей Орда ауданында 1941 жылдың 24 сәуір күні Ермекқали мен Секердің отбасында дүниеге келеді. Ата-баба шежіресі Ақсүйек, Төлеңгіт руынан тарайды. Өмірге келгеніне 2 ай болмай жатып, нәрестенің тағдыры сұрапыл соғыспен байланысты болады. Анасы Секер окоптан окопқа жасырынып жүріп, Өтемұратты аман алып қалған болса, ал әкесі Ермекқали отанын қорғау үшін қан майданға аттанып, хабар ошарсыз жоқ болып кетеді. Ермекқалидің 3 ұлы Сансызбай, Ерғали, Өтемұрат бір-бірін сүйреп, анасы Секердің қайсарлығы арқылы ер жетеді. Өтемұраттың балалық шағы соғыстан соғыс қоласады. Яғни ұлы отан соғысы жеңіспен аяқталса да, Бөкей Орда тұрғындары үшін соғыс әлі де бітпеген болып шығады. Қылышынан қан тамып тұрған Сталин Нарынқұм даласына полигон сынақтарын жүргізу мақсатында 1952 жылы аудан тұрғындарын күштеп Қазақстанның оңтүстігіне қоныс аударады. Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай ауданы Телман ауылына қоныстанып келген батыстықтардың жергілікті халықпен тез сіңісіп кетуі оңайға соқпады. Ағасы Сансызбай тез есейіп, бауырларына қамқорлық танытады. Өтемұрат 1960-1965 жылдары Алматы қаласындағы педагогикалық институттың физика-химия пәндерінің педагогі мамандығын тәмамдайды. 1967 жылы туған әкесіндей болып кеткен ағасы Сансызбайдың мезгілсіз қазасы қабырғасын қайыстырып кетеді. Ағасы Сансызбайдан қалған 7 баланы әрі қарай жетілдіру, өсіру, оқыту, тоқыту міндетін толықтай Өтемұрат өз мойнына алады. 1969 жылы ағасының отбасын алып сол кездегі Гурьев, қазіргі Атырау қаласына көшіп кетеді. Ол жақта зерттеу институтына орналасып, мамандығы бойынша аға инженер қызметін атқарады. 1970 жылы өзі бұрын тұрған Телман ауылының қызы Пирузамен шаңырақ көтереді. 1971 жылы жаз айында қызмет бабына сәйкес Кеңес одағының Сырдария облысы Ақалтын ауданына нөмірі 19 совхозына көшіп барады. Институт бітіріп келген өз ісінің маманы ұстаз Өтемұратты жергілікті халық жылы қарсы алып, арадан 1-2 жыл өткен соң Крупская атындағы мектепке директор етіп тағайындайды. 20 жылға созылған мектеп басшылық қызметінде қаншама қазақ балаларының білімге бет бұрып, өсіп өнуіне ықпал жасайды. 1972 жылы ұлы Айдос, 1975 жылы қызы Гүлназия, 1977 жылы қызы Мира, 1983 жылы қызы Торғын, 1985 жылы қызы Толқын, 1990 жылы ұлы Айбар дүниеге келеді. Тәуелсіздік алған жылдардағы тоқырау Өтемұрат пен Пирузаның отбасынан дайналып өтпейді. Жас балаларын өсіру мақсатында Өтемұрат аянбай тер төгеді. Сансызбайдан кейінгі ағасы Ерғали да інісінің жағдайын шындап түсініп, көмек қолын созып, жанашырлық танытады. 2000 жылдарға қарай жағдай түзеліп, 40 жылға созылған ағартушылық қызметтен кейін зейнетке шығады. 2002 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласына көшіп келеді. Саналы ғұмырында қазақтың небір жақсы жайсандарымен жолдас, дастархандас, дәм түздес болады. Атап өтсек Әбіш Кекілбаев, Қайрат Жұмағалиев, Сағат Әшімбаев, Серік Мәшімбаев, Әміролла Сарым, Исраил Сапарбаев, Әзімхан Сейітжанов, Қалимат Лұқманов тағы басқа. Зейнетке шыққан соң Шымкент қаласындағы ардагерлерге арналған шахмат клубының мүшесі болады. Немере бағып, балаларына ақыл кеңесін айтып, хобби болған шахмат ойнап, зейнет жасын мағыналы өткізеді. 2008 жылы тағдырдың сынағына тап болып, ауруханаға түсіп төсек тартып қалады. Әлі де көрер жарығы, дәм тұзы бар болса керек, емделіп шығады. 2010 жылдардан бастап өмір бойы жасаған қызметінің жемісін көре бастайды. Ұстаз қадірін түсінген шәкірттері мектеп бітіруіне 20, 30, 40, тіпті 50 жылдық көштерге шақырып, сый сияпатын ұсынып, мерейін көтеріп отырады. Әдемі қартаюдың жолын тапқан Өтемұрат ақсақал туған туыс, дос жаран, әріптес, балашаға, немере бәріне аяулы да қадірлі болады. Ұлын ұяға, қызын қияға жіберіп, әкелік парызын толық өтеді. Өтемұраттың өмірінің басы соғыспен басталып, өмірінің соңы да соғыспен аяқталды. Бұл жолғы соғыс өзгеше көзге көрінбейтін, қайдан келіп, қайда баратыны белгісіз тажал коронавирус болды.
2021 жылы 1 тамызда вирус жұқтырып ауруханаға түсті. Өз ісіне жауапсыз қарайтын біліксіз дәрігерлер емдеп алуға құлықсыздық танытты. Бәлкім жоғарыдан жасы үлкен пациенттерді емдемендер деген тапсыр түсті ме, дәрігерлер барынша салғырт қарады. Пандемиямен 38 күн бойы күресіп, мына жарық әлемді қимай, ақыр соңы бір жұтым ауаға зар болып, 80 жасында ауруханада көз жұмды. Папау, сағындым өзіңді мен ойлаусыз бір түнде көз ілмегем, жарылуға шақ қалып әрең жүрмін, енді қанша шыдайды төзім деген. Папау, сағындым даусыңды мен, сен биіксің, асқарсың, таусың білем, енді қанша қинала береміз біз, күш қалмады, сарқылды, таусылды дем. Папау, түсімде жүрсің аман, қарсы қарап күлімдеп тұрсың маған, ойда жоқта оянып кетемін де, өз-өзіме тым қатты ұрсып алам. Папау, жатсың сен қай құрлықта, қайғырып та жүрміз біз қаймығып та, жақсы едің сен, жарқын ең, жайсаң едің, жұмақ болсын мекенің жайлы ұйықта. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалғанай амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді сымырай шалған өмір жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай өтіп өмір жалғанай, әуресіне салғанай амал бар ма өмір осылай, көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді зымырай жалған өмір
деп